Үйіңізде желінбей тұрып қалған нан болса, малға жемге тастауға асықпаңыз. Одан да балаларыңызға үй жағдайында керемет сухарики, яғни қытырлық нандар дайындап берсеңіздер болады. Алдымен дәл осындай нанымызды кубиктап турап алып ыдысымызға саламыз. Кейін үстіне бір немесе екі сарымсағымызды күштен өткізіп, үстіне паприкамызды саламыз, тұзымызды саламыз. Және де осындай оливковое масло болса тіпті жақсы, болмаса кәдімгі сұйық майды қолдансаңыздар да болады. Осылай барлығын салып аламыз, жақсылап араластырып, қызыл бұрыш, қандай да бір басқа приправаларыңыз болса сала беріңіздер. Жақсылап біркелкі араласу үшін мен осындай пакетикке салып алдым. Жақсылап барлығын селкілдетіп, жақсылап араластырып алдым. Кейін противенге барлығын орналастырып, қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 5-7 минут аралығында пісіріп алдым. Керемет болып шықты. Дәмі міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы.